Достар, қалайсыздар? Менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге помидор егу әдісін көрсететін боламыз. Ешқандай жүйек алмай, дайын жерге егеміз. Оның себебі суды қанып ішу үшін. Ал осылай жерге. Ол үшін біз дайын мындай сваркамен жасаған болатынбыз. Дайын темір. Осылай тура осылай төртбұрыш қылып қазып аламыз. Мындай бос ұяшықтар. Арасы где-то 20 сантиметр. 20-25 сантиметрден арасы. Тура міне. Мына бос ұяшықтар. Бұл бос ұяшықтарды мындай 60% биогумус, где-то 40% кәдімгі топырақ болады. Екеуін араластырдық. Екеуін араластырғанда ұяшықтарға салыстырамыз. Осы ұяшықтарды толтырамыз осымен. Ал бұл ұяшықтарға дайын базардан алған помидорларымызды егіп шығатын боламыз. Бір жүйекке 23-25 помидордан түсіп жатыр. Түп помидордан. Міне. Бәрін осылай дайындап, сосын биогумусқа толтырып болған соң егеміз. Қазір мен сіздерге егіп көрсететін боламын. Бәрін шығарып, су құямыз. Қатты терең де емес, қатты биік те емес, біркелкі қылып егеміз. Мен сіздерге қайта көрсетейін. Бірінші дайындап алған топырағымызды саламыз. Осылай. Ал болған. Енді помидор егеміз. Су құйып, помидор көшетімізді саламыз. Ал помидорларымыз дайын. Ал достар, бұл дайын болған помидорлар. Бұл помидорлардың түбіне күнде кешке бір мезгілден су құйып шығамыз. Ал бір аптадан кейін ортадан шауып түбін үйеміз. Сонда ортада арық болады. Сол кезде помидорларды суғарамыз. Ал пока помидорлар осылай жерде тұрады. Ешқандай жүйек алынбаған. Бұл помидордың жаңа әдісі. Өз басыма әлі ешкімде көрген жоқпын бұндай әдісті. Алдағы уақытта помидордың жағдайларын салып тұратын боламын. Қалай өсіп жатыр, қалай түйіндейді.